Ассалаумағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда Көкпар бағдарламасы. Көкпардан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан чемпионаты Алматы қаласында 14-21 мамыр аралығында өткен болатын. Бүгін бәсекенің чемпионаттың 4-ші ойынын назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен бұл бәсекеде ортадағы төреші міне сіздердің назарларыңызда Нұрдәулет Момынов. Бүгін қос облыстың мықтылары өнер көрсететін болады. Бірі Қызылордадан, сыр бойынан арнайы ат терлетіп келгендер. Екіншісі елордамыз Астана қаласының Көкпар командасы. Сонымен қос команданы таныстыра кетейік. Әуелі Қызылорда облысының құрама көкпар командасы міне сіздердің назарларыңызда мына тізімде өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Қанат Абылбеков, екінші нөмірде Асқат Мырзагелдиев, үшінші нөмірде Олжас Оспанов, төртінші нөмірде Алтай Қоңқаев. Дәл осы ретпен Абай Ережеп, Асылбек Әуезов, Пазылхан Өміртаев, Наурызғожа Әмзеев, Ертайын Әлтаев, Нұржан Қамбарбеков, Жасұлан Мұратов, Шымырбек Сейіткерімов. Команданың жетекшісі Ғабит Мақатаев, ал команданың жаттықтырушысы Ислам Боранбаев. Ал олардың қарсыластары міне тиісінше сіздердің назарларыңызда Астана қаласының көкпар командасы Қуаныш Ырысмағамбетов, бірінші нөмірде Рүстем Мақұлов, Данияр Галинуров, Владимир Кил, Керімжан Бекбасаров, Нартуған Серкебаев, Ерлан Қанапин, Арслан Қабжанов, Жұмат Құнанбаев, Азамат Хасенов, Бауыржан Айтмағамбетов, Жанболат Қыздарбек. Міне дәл осы тізімде өнер көрсетеді. Команданың жетекшісі Аманжол Хасенов, ал команда жаттықтырушысы Бауыржан Айтмағамбетов. Астана қаласы мен Қызылорда облысы көкпар командалардың арасындағы бәсекеге әділ төрелік жасайтын төрешілеріміз бар. Сонымен ортадағы төреші міне сіздердің назарларыңызда Нұрдәулет Момынов, ұлттық дәрежедегі төреші, халықаралық дәрежедегі спортшы өзі көкпардан. Ал қапталдағы төрешілер Бақытжан Кенжебеков, Ғани Нұржанов, Ырыскелді Байтасов. Бұл төрешілердің баршасы да тәжірибелі, еліміздегі барлық турнирлерді, чемпионаттарға әділ төрелігін жасап жүрген төрешілер. Сонымен қос команда өз алаңдарына туын тіккен соң, қазір бір-біріне сәттілік тілескен соң, қол алысып, сыйластық танытқан соң бәсеке басталатын болады. Астана қаласы мен Қызылорда командасы екі командада бір-біріне күштері тең, сай командалар. Сонымен қызықты ойын болады деген сенімдеміз. Ал алда 40 минут бойы өздеріңізбен бәсекені тамашалайтын комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Қос командаға да сәттілік тілейміз. Бұл Қазақстан Республикасының чемпионаты. Сондықтан барынша жақсы өнер көрсетуге тырысуға тиісті, өйткені дәл осы чемпионаттың барысында облыстық құрамалардың рейтингі қалыптасатын болады. Өздеріне қатысты барша ұпайларды осы чемпионатта жинауға тиісті. Осының нәтижесінде басқа турнирлерге қатысуға да жолдама алуға мүмкіндік бар. Сондықтан енді аянып қалмайды қос команданың жігіттерде, оған дау жоқ. Дәл қазір жерде жатқан, кіші шеңберде жатқан Серкеге талас қос команданың тарапынан да. 1 минуттың ішінде Серке жерден көтеріле қойған жоқ. Көкпар ережесіне байланысты төреші ойынды тоқтатты да ортадағы жекпе-жекке кезек берді. Міне қазір жекпе-жек сайысы сіздердің назарларыңызда. Кімнің мерейі үстем болады? Соған Серке тақымына түссе пайдалып келуі мүмкін. Арслан Қабжанов міне қазір барынша әрекет жасауда, Серкені алуға.
қос тұлпардың да міне жекпе-жекте қалай өнер көрсетіп жатқанын жақсы көріп отырсыздар. Сезініп үстіндегі отырған палуан еңкейген кезде атта орында тұра қалып қарсылық білдіріп, шіркін-ай, Арсланның қара кері астындағы қандай әдемі жағдай жасап берді, шіркін. Міне қазір ортадағы шеңберден шықты. Барлық ойыншыларына бірдей араласа беруге болады ойынға. Сонымен әлі де болса Арслан Қабжанов тақымдап Серкені міне. Жоқ. Арслан Қабжанов Ерлан Қанапинге Серкені ұзатқан болатын. Серкені тастағанымен мәре сызығынан өтіп кетті. Осылайша әрі қарай ойында жалғастыра беруге болады. Егер мәре сызығының бір бұрышына тиіп жатқанда, онда ойында тоқтататын еді. Сонымен ортадағы шеңберге қайтадан Серке тасталды. Жекпе-жекте мені Серкенің жұлып шыққанымен қайтадан жерге түсіп қалғанын көрдіңіздер. Қызылорданың жігіттеріне де қазір жылдамырақ еңкейіп дұрыс әрекет жасап Серкені тақымға басуға тырысу керек. Астаналықтар тағы да Серкені тақымға басып алды. Керімжан Бекбасаров. Міне мәреге жақындаған сәт, бұл шабуыл қалай аяқталар екен. Қызылорданың қорғанысы да өте тамаша. Қорап деп жатады көкпаршылардың арасында. Дәл осындай әдіс, яғни жан-жақтан қаумалап кеп тығырыққа тіреп Серкені тақымға басқан шабандозды атымен қоса ойын алаңның сыртына шығарып жіберу әдісін қолданып жатқан көріп отырсыздар. Қазір бір палуан аттан сыпырылып түсіп қалған екен, десек те ол бәсекенің әрі қарай жалғастыруына ешқандай кедергісін келтірмейді. Міне, әлі де болса астаналықтардың тақымында мәре сызығына жақындатар емес. Міне командалық әріптестері қалай Серкені бір-бірінен алып атқанын көріп отырсыздар. Өте тамаша, осылайша тәжірибелі команда екендерін өздері осылайша тағы бір дәлелдеуде. Ерлан Қанапиннің тақымында Серке дәл қазір. Міне, қамшыны сауырға басып мәреге қарай шауып бара жатқан сәті дәл мәренің үстінен өте алған жоқ. Әлі де болса Ерлан Қанапинде қараңыздаршы қалай қорғаныста өнер көрсетуде Қызылорданың жігіттері. Бәлкім басқа команда болғанда Ерлан Қанапин қазір қорғанысты қақ жарып мәреге тастар. Тамаша бір салымның авторы атанар еді, кім білсін. Қорғаныста әдемі өнер көрсетті, нәтижесінде Серке мәренің қақ ортасына түскен жоқ. Ортада жалпы командалық тартыс әрі қарай өрбейтін болады. Жалпы қос команданы біз еліміздегі жас құрамалардың қатарына жатқыза алмаймыз. Әлімсақтан көкпар тартып жүрген командалар жалпы 2000 жылдан бастап Қазақстан Республикасының тұңғыш чемпионаттары ұйымдастыра бастады десек, сол кезден бастап бұл астаналықтар үздіктердің қатарынан көрініп келеді. Соңғы 1-2 жылда ғана клубтық мәселелермен 1-2 чемпионатты жіберіп алды десек те, биыл қайта қатарға қосылып, міне тамаша өнер көрсетуде. Қанша дегенмен көзден таса көңілден алыс дейді қазақ. 1-2 жыл болмағаннан кейін жанкүйерлердің тарапынан Данияр Галиноров, Ерлан Қанапин, Арслан Қабжанов сияқты, Қуаныш Рысмағамбетов сияқты, Владимир Киль сынды мықты спортшылар ұмытылып кетуі мүмкін десек те, бұл спортшылар көкпардан алыстаған жоқ. Міне, өздеріңіздің көз алдарыңызда Астана қаласының командасы үшін өнер көрсетуде. Қызылорданың құрамасы да өте жақсы командалардың бірі. Ықтиятты дайындықты жүргізіп жарыстарға келеді.
әсіресе Қызылорданың жігіттері, балаларының күштілігі осы көкпаршылардың аузында жүреді. Өйткені Қызылорданың жігіттері серкеге жармасып тартқан кезде көп жігіттердің тақымдары шыдас бермейді. Көп палуан серкені беріп қояды. Сондықтан осы Қызылорданың палуандарының күштілігімен ерекшеленетінін айта кеткеніміз жөн. Міне аттарда осал емес, жекпе-жекте қалай өнер көрсетуде. Күрең айғырда Астананың қарагерде өте тамаша өнер көрсетіп жатқан көріп отырмыз. Сонымен ережеге сай тағы да төреші шешім қабылдады. Ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов ысқырығымен бірінші жекпе-жекті тоқтатты. Өйткені 2 минуттың ішінде қос палуанда көтере алған жоқ жерден серкені. Енді атта адамда ауысады. Осылайша серкеге қайта талас жүреді. Жерден 2 минуттың ішінде көтерілуге тиісті. Егер 2 минутта көтерілмесе, онда дәл осы жағдай қайтадан орын алуы мүмкін. Сондықтан уақытты көп оздырмай жігіттер іске кірісуге тиісті. Айтып ауыз жиғанша астаналықтар жерден серкені көтергенімен қайтадан түсіріп алды. Бұл олқылықтың орнын толтыратын бір балуан бар мекен? Қызылордалықтар қабая міне еңкеу керек. Шіркін, осындайда қиялдайсың. Палуандар еңкеген кезде серке бір құдды магнитке жабысқандай қолдарына жабыса кетіп, тақымға сылқ етіп түсе қалса деп. Бірақ әттеген айы бар. Әлде болса, ортадағы шеңберден шығып, түсіп қалған серкеге таласта қазір тоқтатты ортадағы төреші. Өйткені 1 минуттың ішінде жерден көтерілген жоқ. Егер ортадағы шеңберде жекпе-жек болатын болса, онда 2 минут уақыт беріледі, ал жалпы командалық тартыста 1 минут қана уақыт берілетінін ескергейсіздер, құрметті көрермендер. Міне етек жеңдерін жинап іске жақсылап кірісуге тиісті. Бірінші кезеңнің орта белінен асып кеткелі қашан, бірақ әлі де салым жоқ. Қос команданың жігіттері де есепте еселеуге асығар емес. Міне Қызылорданың алғашқы шабуылы, Қызылорда құрамасының міне әдемі өтті. Шіркін-ай, астаналықтан қорғанысы да тамаша. Мәреге жақындаған сәт. Әзірге мүмкіндік берер емес. Қандай тартыс, қандай бәсеке десеңізші. Қуаныш Ырысмағамбетов қазір әдемі қорғаныста өнер көрсетуде. Міне мәреге келді, бірақ бір айналып барып тастауға тиісті. Қалай болар екен? Қабая тура мәренің үстінде тұрып серкені қақ ортасына тастай алмау деген бұл әрине өкінішті дүние. Енді жалпы командалық тартыс Қызылорданың орталық шеңберінде болады. Әдемі мүмкіндіктен айырылып қалды. Мұндай мүмкіндік қайта туа бермейді. Қорғанысты, оның үстіне астаналықтардың қорғанысын бұзып жару, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді екенін айтқанымыз жөн ағайын. Міне сондай тамаша мүмкіндікті қазір Қызылордалық палуан пайдалана алмады. Десек те уақыт әлі алда. Сондықтан есеп ашуға, есепті еселеуге мүмкіндіктері бар. Әлі екінші кезеңде ойын көрсетеді. Сондықтан әліптің артын бағайық. Міне Қызылордалық палуандар тағы да серкен жерден тамаша көтерді. Тағы да бір шабуыл ұйымдастыруға беттеген сияқты.
Әдеп ойын басталғаннан астаналықтар тізгінді өз қолдарына алған. Бұл жолы қызылордалықтардың шабуылдары қарқыны өте тамаша. Міне алма кезек ойын өрнегін көріп отырмыз. Бұл қос команданың да бір-біріне тең екендіктерін көрсетсе керекті. Тағы да бір тамаша жасалған шабуыл болды. Бірақ әттеген-ай, тағы да салым емес. Ортадағы төреші салым жоқ деген шешім шығарды. Өйткені өздеріңізді көріп отырсыздар, міне мәре сызығының жиегінде жатыр. Яғни Серке сызыққа тимеуге тиісті. Қызылордалықтар екі мүмкіндіктен осылайша айырылды. Қазір дәлдік жетіскенде 2-0 болып отырушы еді. Жалпы командалық талас Серкеге. Міне, ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов Астана қаласының 4-ші нөмірдегі ойыншысы Владимир Кильді қаранарға отырғызуға жіберді. Ойын ережесін бұзған үшін қаққанында өздеріңіз көрдіңіздер. Бірінші кезеңнің соңында қайталап көріністен бәлкім көріп те қалуымыз мүмкін, егер режиссерлар назарларымызға ұсынса. Владимир Киль жалпы ұлты украин болғанымен осы жаны қазақ деп соғатын спортшылардың бірі. Владимир Кильдің туған ағасы бар, Александр Пупенко. Ол Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының сапында өнер көрсетеді. Және қазіргі таңда Маңғыстаудың Адай-ата клубында қызмет атқаруда. Жастар мен жасөспірімдер жаттықтырады. Және ересектердің құрамасында өзі өнер көрсетеді. Міне оның інісі Владимир Кильді біз Астананың сапынан көріп отырмыз. Айтпақшы, Пупенконың өзі де дәл осы Астананың Тұлпар көкпар клубынан шыққанын естеріңізге сала кетейік. Көкпар жанкүйерлерінің ол әрине есінде болуға тиісті. Сонымен қараңыздар, қалай жантай, қалай еңкейіп, шіркін-ай. Барлық жағдайды жасауға міне Қызылорданың Тұлпары. Мұндай атың бар кезде ештеңені уайымдамай еңкейе беру керек қой. Оң жақтан келсе оң жаққа, сол жақтан келсе сол жақтан еңкейіп Серкені тақымға бас. Алаңнан шыққан бойы бір жүйрік атты мінген шабандозға Серкені ұзатып жіберсең, сонда салым да бар, ойын да бар, командалық жүйе де бар, бәрі де болушы еді. Әттеген-ай, мынандай тамаша атпен тағы да бір мүмкіндіктен айырылды. Жалпы ортадағы шеңбердегі жекпе-жектен жеңіп шығу бұл салым салуға дейтін бір мүмкіндік. Мұны жай ғана тиімді пайдалануға тиісті. Бізде көбінесе тәжірибесіз командалар өздері ортадағы шеңберден басып алып өздері шабуылға шығып жатады, бірақ жекпе-жектің аттары әрі жекпе-жекте мықты, жүректі әрі жылдам бола бермеуі мүмкін ғой. Сондықтан кішкене командалық жүйе мен ойын өрнегін көрсетсе, онда тиісті салымдар дер кезінде орын алуға болады. Міне қараңыздар, сол жағымен көтеріп, оң тақымына өзіне ыңғайлы жаққа қарай қалай ойыстырып алды. Әттеген-ай, міне тағы да командалық әріптесіне ұзатпауының нәтижесінде Серкені ойын алаңының сыртына алып шығып кетті. Екінші нөмірдегі бұл Рүстем Мақұлов атты Астана қаласының көкпаршысы, Бауыржан Айтмағамбетовтың шәкірттері, Аманжол Хасеновтың қарамағындағы жігіттер. Сонымен тағы да кезекті жекпе-жек ортада. Рүстем Мақұлов тағы да жаңа ғана жеткен жетістігіне жете алар ма екен? Міне еңкейді. Бірақ Серкені жерден іліп ала алған жоқ. Тағы да бір еңкейген тұсы. Қызылордалық палуан Наурызқожа Әмзеев болуға тиісті. Міне енді еңкеуге мүмкіндік бар. Тастау керек өз-өзін осындай кезде жерге. Бірақ әзірге аса бір қатты
қарқынды қимылдар емес. Ортадағы төреші атты да адамды да қайтадан ауыстырды. Жекпе-жекке өзге адамдар, өзге аттарды мініп шығады. 2 минуттың ішінде қайтадан Серкені жерден көтеруге тиісті. Бірінші кезеңнің аяқталуына да көп уақыт қала қойған жоқ. Десек те, әзірге ешқандай салым жоқ, есеп ашылмады. Бірақ екі команданың тарапында да тамаша мүмкіндіктер болды. Алғашқы минуттарда астаналықтар жиі шабуыл жасап, ойынның тізгінін өз қолдарына алып алған болса, одан кейін қызылордалықтардың керемет өнерін көрдік. Міне, Серке қазір астаналық балуандардың тақымында. Командалық әріптесіне әдемі ұзатқан Арслан Қабжановты көрдік. Ерлан Қанапинге берген болуға тиісті. Міне, шабуылға шыққан Ерланды көріп отырмыз. Қараңыздар, жеке дара шауып келе жатыр. Қалай болар екен? Қап өтіп кетті. Әреден міне мүмкіндік бар. Бірақ төреші бұл жерде ойынды тоқтатуға мәжбүр. Өйткені бірінші кезеңге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Сонымен есеп 0-0. Екінші кезеңде бізді не күтіп тұр, оны көретін боламыз. Қай команданың мерейі үстем болады. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, ескерте кетейік, бұл көкпар бағдарламасы және көкпардан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан чемпионатының біз бүгін 4-ші ойынын ұсынып отырмыз назарларыңызға. Қызылорда облысы мен Астана қаласының арасындағы бәсеке. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша есеп 0-0. Міне екінші кезең басталғалы. Қызылордалықтар бастапқы қарқындарынан әлі де қайта қойған жоқ. Тағы да бір тамаша шабуыл. Бірақ бұл да нәтижесі аяқталды. Енді ортада тағы да жекпе-жек сайысы болады. Атта адамда қимылдауға асығар емес. Еңкеуге тиісті енді. Екеуі не қарап тұрғаны түсініксіз, ішің білсін әлі бай. Сонымен міне қызылордалық балуанның еңкейген сәті тамаша. Осылайша Серкені жұлып тақымға басты. Енді өзі шабуылға шығуға ұйғарған сияқты. Міне қазір мәре сызығына қарай жақындай алған жоқ. Қарсыластары қапталдан соғып ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Ортада тағы да жекпе-жек сайысы болады. Жалпы бүгінгі ойында жекпе-жек өте көп өрбуде. Тіпті кейбір жекпе-жектер 4 адамнан қатысуымен де өтіп жатқанын көріп отырсыздар. Өйткені алғашқы 2 минутта жігіттер Серкені көтеруге асықпайды. Жалпы қос команданың да жеңіске дейтін құштарлығы басым екені көрініп тұр. Дегенмен жылдам ойын өрнегін көрсете алып жатқан жоқ.
әсіресе осы жекпе-жек сайыстарында шабуылдары тамаша болғанымен қорғаныстары да бір-бірінен асып түсіп жатқанын көріп отырсыздар. Екі команданың терезесі тең екендігін осыдан аңғаруға болады. Алып тұрған Серкені осылай түсіріп алуға бола екен. Әттеген-ай. Міне тағы да еңкеуге мүмкіндік бар. Міне шіркін. Міне тақымға басты. Аттың желкесінен тұрып Наурызқожа Әмзеевтің тақымындағы Серкеге жабысқан Рүстем Мақұловты көрдіңіздер. Дегенмен Наурызқожаның тақымынан ешкім жұлып ала алған жоқ. Өзі шабуылға шығуға ниетті сияқты, бірақ міне командалық әріптесі жанында жүр ғой. Міне өтті, екі қарсыласын қапыда қалдырды. Ерлан Қанапи міне артынан ілесіп келе жатқан қорғанысты өнер көрсетті. Тағы да Наурызқожа Әмзеев ары қарай жалғастыруда шабуылда. Командалық әріптестері кішкене көмекке келіп ашуға тиісті еді. Әлде болса қалың додамен Серкені мәреге кеп тастады десек те, төреші бұл шабуылды нәтижесіз деп ұйғарды. Өздеріңізде көрдіңіздер, алаң жиегінің шетінде. Мінекей астаналық жігіттері қайтадан тізгінді өз қолдарына ала бастады. Бірақ қызылордалықтарда қайтар емес. Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Кімнің мерей үстен болады? Сыр елінің палуанның ба, әлде елордалық көкпаршының ба? Міне қазір еңкейген сәтін көрдіңіздер астаналық палуанның, бірақ екінші мүмкіндікте барып Серкені жерден ілді. Қызылордалық палуан жармасқанмен Серкеге қазір мүмкіндік алған жоқ. Міне тамаша әдемі шығарып бергенін көрдіңіздер. Енді осы шабуылда нәтижемен аяқтауға тиісті. Ерлан Қанапин ар айналып, бер айналып, міне қазір жоқ, Ерлан Қанапин емес. Қалай болар екен? Шіркін ай, мына қарагер сәйгүлікте өте мықты ат екенін көрсетіп тұр. Басы боз, қайтқыш екен. Дегенмен қорғанысы мықты болды Қызылорданың. Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Ортада тағы да жекпе-жек болады. Ортадағы төреші Нұрдәулет Момыновтың пәрменімен баста деген соң қос спортшы ортадағы шеңберде жатқан Серкеге таласады. Міне жекпе-жек қайтадан басталды. Тезірек еңкейіп есепті ашуға тырысу керек. Екінші кезеңнің бел ортасына да жақындадық. Алғашқа 7 минуты қазір аяқталды. Міне әдемі ортадағы шеңберден айналып бір шабуылға шығуға тырысқан.
мәреге жақындап қалған сәт қалай болар екен? Қалың додамен мәреге кіріп тастап қақ ортасына түсіріп кетсе ғой шіркін. Әдемі шабуыл. Қызылордалықтардың шабуылы. Астананың командасы қазір міне қорғаныста әдемі өнер көрсетуде. Төрешінің тағы да сықырғы естілді. Қызылордадан ереже бұзған үшін команда мүшесін қаранарға отырғызуға шешім қабылдағанын көріп отырсыздар. Сонымен ары қарай жалпы командалық тартыспен басталады. Әлде болса қызылордалықтардың тақымында Серке міне келді мәренің үстінде. Төреш қандай шешім қабылдайды? Я, бұл салым ардақты ағайын. Бүгінгі ойынның алғашқы салымы. Міне тамаша. Нұржан Қамбарбеков ардақты ағайын. Салымның авторы 1988 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Құдірет Қызылорда облысының Жаңақорған ауданының тумасы бұл жігіт. Міне ойынның 30 минутына жақындаған кезде бір салымға қол жеткізіп есепті ашып отыр. Қызылордалықтар осылай есеп көрсеткіші бойынша алға шықты. Енді астаналықтар қарқындарына қарқын қосып, жігерлерін жанып, намысты қайрайтын болады. Ойынның көркі енді қыза түседі. Алғашқы салым осылайша ашылды ардақты ағайын. Қызылордалықтар 1-0 есебімен алға шықты. Жаңақорғанның жігіті Қызылорда облысына пайда келіп отыр мінекей. Әттеген ай, Серке ойын алаңның сыртына қайтадан шығып кетті ма? Я, шығып кетті. Төрешілердің сықырғы естілді және шалау көтергенін көрдік. Ортада тағы да жекпе-жек сайысы. Астаналықтардың кезекті шабуылы. Ерлан Қанапин міне тақымға баспай Серкені ұстап жүрген, бірақ шабуыл нәтижесіз болды өткені. Төрешінің сықырға естілгені көрдіңіздер. Сонымен Ерлан Қанапин міне жеке дара келді. Дәл мәренің үстінде бұл салым болуға тиісті. Және салым ардақты ағайындар. Өте тамаша. Ерлан Қанапин міне қуанышында шек жоқ. Есепті теңестірді. Ойын осылай болуға тиісті. Ерлан 1989 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Бурабай. Осы Ақмола облысының тумасы. Мінекей ойынның 33 минутында есепті теңестіріп отыр. Есеп 1-1. Міне тартысты ойын, тартысты бәсеке. Қалған 5-6 минуттың ішінде кімнің мерей үстем болады? Кім бір салымға қол жеткізеді, сол жеңіске жетейін деп тұр шыны керек мына ойында. Өйткені екінші кезеңнің 30 минутынан бастап жігіттер салым салуға қол жүре бастады былайша айтқан кезде. Міне тартысты ойын, қалың дода, жылдамдық, барлығы енді қосыла түседі. Төрешінің сықырығы ортадағы кезекті жекпе-жекті баста деп пәрмен берген болатын. Әдегеннен Серкені тақымға басып астаналықтар кетті. Осылай болуға тиісті еді. Қараңыздаршы, артқа қарай қалай жүргізіп. Қазір төреші ойын тоқтатып ескертпесін жасады, ары қарай ойынды жалғастыруға мүмкіндік берді.
Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жіберуге тырысқанымен бұдан ешқандай нәтиже болған жоқ. Міне қараңыздар, жеке дара шауып келе жатқан сәті жоқ, қалыңның арасында қалды. Қалай болар екен? Дәл мәре сызығының үстінде. Және бұл салым болуға тиісті. Бұл салым, ардақты ағайын. Астаналықтардың қуанышында шек жоқ. Тағы да бір салымды еселеп кетті. Рүстем Мақұлов бұл жолы, ардақты ағайын, салым салған. 1992 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Азарт. Міне ойынның 36 минутында тағы бір салымға қол жеткізіп отыр. Қараңыздар, қандай қуаныш. Екі мықты терезесі тең екі команда шыққан кездегі ойын осылай қызыққа толы, тартысты бола түседі. Ары қарай енді қызылордалықтар есепті теңестіріп үлгере алар ма екен? Ол әрине уақыттың еншісіндегі дүние, дегенмен де астаналықтар ойынның тізгінін өздеріне алып алды. Серке көбінесе астаналықтардың тақымында жүр. Тіпті есепті тағы да бір еселеп нақты жеңіске жететін, жеңіс салымын салуға толықтай мүмкіндіктері бар. Дегенмен бәсекенің аяқталуына да көп уақыт қала қойған жоқ. Үлгере алмай қалулары да мүмкін. Сонымен қалай болар екен? Қызылордалықтар Серкені жерден көтеруге мүмкіндігі болды. Тағы да міне жеке жалғыз өзі қалып кете жазды. Астаналық балуан әп-сәтте астындағы Серкені жұлып алғанын көріп отырсыздар. Сонымен мінекей Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Төрешінің ысқырығы уақыт деп естіліп қалуы да мүмкін. Ортадағы жекпе-жек. Қос балуан қос облыстан шықты. Өз өңірлерінің намысын қорғап, міне қызылордалықтар міне тамаша шабуылды ұйымдастыруға мүмкіндіктері бар. Жоқ. Ойын алаңның сыртына алып шығып кетті Наурызғұл Жамзеевті. Әттеген-ай, қызылордалықтар тағы бір шабуыл жасап үлгере алмайтын болды, өйткені төрешінің ысқырығы естілді. Уақыт аяқталды. Есеп 2-1. Таза жеңісті иемденген Астана қаласының көкпар командасы Аманжол Хасеновтың шәкірттері мінекей әдемі жеңіске жетіп отыр. Ойынның көркі екінші кезеңнен бастап қыза түсті, бірақ екеуі де бір-біріне мықты қарсыластар екенін дәлелдегенін көрдіңіздер. Сонымен көкпар бағдарламасы әр аптада өздеріңізбен қауышатын боламыз. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов пен Нұрсұлтан Темірханов, ал комментатор мен әдеттегідей Қайырхан Мәулен. Аман сау болыңыздар.